Біз Қазақстан Республикасы тәуелсіздік мемлекет жағдайында өмір сүріп жатырмыз. Бүгін Қазақстан әлем назарында өзінің болашағынан үлкен үміт күттіретін жері, халқы бай мемлекет. Осы жылдар ішінде елімізде қыруар істер атқарылды. Жаңашыл Қазақстанның тарихында ерекше есте қаларлық оқиға өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы жүйесінің құрылғаны. Біз жұмыс жасап жатқан академиялық бөлімнің мақсаты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғам басқармасының нормативтік құқықтық құжаттарына, біліктілік арттыру жарғысы талаптарына сай оқу үдерісін үйлестіру, облыстағы білім мекемелері педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру бойынша курстық іс-шараларды ұйымдастыру. Бөлім қызметінің негізгі бағыты біліктілікті арттыру курстарында оқу үдерісін қадағалау, мемлекеттік тапсырыс орындалуын бақылау, құрылымдық бөлімше басшыларымен бірлесіп кафедра оқытушыларының жүктемелерінің орындалуын есептеу, курстық іс-шаралар бойынша статистикалық есептерді құру, шақырылған дәріскерлердің төлем табелдерін ұсыну, тыңдаушылардың бірыңғай базасын толтыру. 2014 жылдан бүгінгі күнге дейін біздің филиал 12.317 педагогтың біліктілігін арттырды. Оның ішінде қалалық мұғалімдер 8.777, ауылдық аймақ мұғалімдері 3.540 педагог. Ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап білім беру мазмұнын жаңарту бойынша 1736 педагог біліктілігін арттырды. Тиімді оқыту және сабақтағы жалпы адамзаттық құндылықтар, рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша жоғары деңгейде ұйымдастырылған және өткізілген курстардағы біліктілік емтихандарының нәтижесі 100%-ға расталды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беру кафедрасының атаулы жетістіктері баршылық. Отандық білім саласындағы ең басты жаңалық ол жаңартылған білім беру бағдарламасын ендіру. Биылғы 2016 жылы кафедра оқытушылары осы бағытта 622 бастауыш сынып мұғалімінің 263 музыка және 56 бейнелеу өнері пәні мұғалімдерінің біліктілігін арттырды. Педагогтердің курстық және курсаралық кезеңде кәсіби даму жағдайындағы педагогикалық қызметкерлердің жұмысындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін насихаттау мақсатында педагогтермен тығыз жүйелі жұмыс жасауда. Оның дәлелі ретінде Ұлыбритания, Польша, Болгария, Ресей Федерациясында жарияланған басылымдар. Тек кафедра оқытушылар тарапынан жарияланған мақаланың саны 100-ден артық болып саналады. Республикалық деңгейдегі сайыстарда кафедра оқытушыларының әдістемелік көмегінің негізінде білім берудегі инновациялар мен тәжірибе уақыт талабы атты 2-ші республикалық педагогикалық сайысының 2-ші дәрежелі дипломды Петропавл қаласы Қазақ мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Ақышева Бақыт Тентекбаевна иеленді. Үздік тәрбиеші атты республикалық сайыста облыс тәрбиешілері 2-3 орындарға және психологтарға арналған республикалық үздік психолог атты сайыста облыс психологтары де жүлделі орындарға ие болды. Кафедра оқытушылары әртүрлі жаңа форматта іс-шаралар өткізеді. Алғашқы педагогтерінің форумы, форкшоп форматында аймақтық семинарлар, коучингтер. Мысалы, 2015 жылы өткізілген білім ортасының психологиялық қауіпсіздігі халықаралық ғылыми практикалық конференцияда шет елдік қатысушылардың арасынан 36 ғылым докторлары мен кандидаттары алыс Америка құрама штаты, Колорадо, Монтана штаттары және жақын Грузия, Украина, Өзбекстан, тағы басқа елдердің ғалымдары мен педагогтері қатысты. Дәстүрге айналған болашағы мол бастауыш мектеп халықаралық қашықтан сайысына және ерекшелік пен тәрбиелеу атты педагогтеріне арналған сайысқа жыл сайын кем дегенде 70-80 педагог қатысып отырады. Жас мамандарға көмек ретінде 20 шақты әдістемелі құралдар мен жинақтар шығарылды. Мысалы, TIMSS халықаралық салыстырмалы зерттеулер тапсырмалары,
Монтессори бағытында математика, дүниетану, пәндік, сандық, білімдік ресурстары. Аталған жетістіктер тізімі өзінің жалғасын табады деген үміттеміз. Баршаңызды үлкен мерейтоймен құттықтаймыз. Гуманитарлық жаратылыстану ғылыми пәндерді оқыту әдістемесі және инновациялық технологиялар кафедрасы 3 жыл ішінде облыс мектептерінің жұмысына тәжірибеде инновациялық технологияларды енгізу жолдарын бағыттап және жүйелеп отырды. Инновациялық педагогикалық идеяларды жүзеге асыру бойынша эксперименталды аймақтарда ғылыми әдістемелік жетекшілік етуде, басшылық етуді қамтамасыз ете отырып, кафедра қызметкерлері бірлескен жұмыстар арқылы білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог қызметкерлердің жобалық, зерттеушілік қызметіне тьюторлық жетекшілік ету және әдебиет сабағын заманауи оқыту, көркем мәтінді антологиялық сараптау мәселелері және оларды шешу жолдары тақырыптарында монографиялар жасаса, 30 оқу әдістемелік құрал және 24 материалдар жинағын басып шығарды. Корчевский Владимир Евгеньевичтің 15 оқу әдістемелік құралдары, оның ішінде қосалқы авторлармен дайындалған математика оқулықтары, 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптарға арналған математика пәні мұғалімдері үшін нұсқаулықтар және пән бойынша тапсырмалар жинағы басылып, қазіргі таңда мектеп мұғалімдері білім беру үдерісінде қолдануда. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында өзекті мәселелердің бірі бойынша оқу әдістемелік құралдар, Блум таксономиясы, математика және ғылыми жаратылыстану пәндері бойынша тапсырмалар жинағы басылып шығарылды. Осылардың қатарынан мектеп директорлары мен орынбасарларына арналған педагогикалық квалиметрия әдістемесі, PISA форматындағы тапсырмалар оқу сауаттылығы мен ғылыми жаратылыстану сауаттылықтарын бағыттауға бағытталған жинақтар шығарылып қолданыста жүр. Кафедраның профессорлық оқытушылар құрамымен білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында ғылыми жаратылыстану, гуманитарлық бағыттар бойынша білім беру бағдарламалары дайындалды. Педагог кадрларының біліктілігін арттыруға бағытталған оқу бағдарламалары жасалынып, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде бекітіліп, өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының 17 филиалы осы бағдарламаларды білім беру үдерістерінде жүзеге асырылуда өз деңгейінде өтіп келеді. Ең бір тиімді көрсеткіштердің бірі TIMSS және PISA халықаралық зерттеулердің пилоттық мектептерде нәтижелері жоғары деңгейде көрініп келеді. Кафедраның қызметі педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыруға бағытталған инновациялық жобалар фестивальдары және сандық білім беру ресурстары байқаулары мен педагогикалық шеберліктер өткізілді. Сонымен қатар қазақ тілі мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін бағыттауға және шеберліктерін шыңдауға дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын облыстық 100-ден жүйрік байқауын айтып кетуге болады. Профессорлық оқытушылар құрамы курсаралық уақыттарда дәстүрлі түрде халықаралық, республикалық конференциялар мен дөңгелек үстел және вебинарлар өткізуде. Кафедраның ұстанымы ол өмір бойы оқу, үздіксіз оқыту мен функционалдық сауаттылықты дамыту идеясын толық жүзеге асыру болып отыр. В современном Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями педагогической теории и практики учебно-воспитательного процесса. Центр уровневых программ подготовил 1600 сертифицированных педагогов, что составляет успешно сдавший аппликационный экзамен и портфолио на 100%. Наша область занимает лидирующее место в рейтинге по республике по результатам аппликационного экзамена, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма учителей и компетентности тренеров Центра уровневых программ. Посткурсовое сопровождение сертифицированных учителей осуществляется с помощью матрицы системно-комплексного наблюдения практики урока. Автором-инициатором является Алмажакеновна Мурзалинова, профессор, доктор педагогических наук. Уникальность данной матрицы состоит в том, что она позволяет определить динамику продвижения сертифицированного учителя.
материала данного исследования были опубликованы в научно-методическом журнале «Методист» Российской Федерации города Москва. Ежегодное традиционное проведение региональной методической мастерской «Жана Толкан», где участникам дается возможность показать высокое профессиональное мастерство, когда значительно положительные результаты в работе достигаются за счет нового подхода преподавания и обучения. Такой педагогический опыт особенно ценен для поиска новых путей профессионального развития сертифицированного учителя. В 2015 году состав Центра уровня программ пополнились тренерами по самопознанию, которые успешно подготовили более 100 педагогов в области по программе «Общечеловеческие ценности на уроке». Также оценен опыт тренеров в создании творческой группы учителей самопознания, научными сотрудниками Института гармоничного развития человека, Национального научного практического образовательно-заревительного центра «Бубек» и отметили огромный вклад нашего филиала по программе нравственно-духовного образования и самопознания. В реализации ключевых идей программы создана образовательная среда обучения, кабинет самопознания и специализированная аудитория для сертифицированных учителей, где опыт обобщен в международной трансляции с участием зарубежных методических служб города Омска, Кургана, Российской Федерации и города Запорожья, Украина. Здравствуйте, дорогие коллеги! В преддверии самого значимого события 2016 года, 25-летия независимости Республики Казахстан, сотрудники отдела методического обеспечения и инновационного развития филиала «Орлео» поздравляют педагогическую общественность области и всей нашей страны. Наш отдел выполняет одну из самых ключевых функций в системе повышения квалификации. Специалисты отдела обеспечивают профессорско-преподавательский состав филиала «Орлео» с самой актуальной информацией по всем направлениям развития системы образования. МОИР руководит работой по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта области, принимает участие в разработке и экспертизе учебных программ системы повышения квалификации. Отдел разрабатывает документацию по вопросам диагностики, прогнозирования и планирования методической работы филиала. Проводит межкурсовые мероприятия областного, республиканского и международного уровней. Отдел методического обеспечения национального развития имеет много партнеров за рубежом, сотрудничество с которыми позволяет расширить информационное поле через изучение лучшего опыта зарубежных стран. Совместная деятельность позволяет опробировать и реализовывать инновационные проекты по широкому спектру направлений, связанных с развитием системы образования в целях создания единого профессионального пространства. Мы передаем вам поздравления с 25-летием независимости Республики Казахстан от наших коллег, партнеров из России, Украины, Белоруссии и Молдовы. Дорогие друзья, мы желаем вам всем процветания, личного благополучия, успехов в профессиональном развитии и достижения новых вершин. Қазақстан Республика тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстандағы әрбір отбасына мол бақыт, амандық тілейміз. Еліміз гүлденіп, көркейе берсін. Оперативность. Надежность, открытость, непрерывность – это принципы мониторинга качества образовательной деятельности, утвержденные АО НЦПК «Орлео», которые мы претворяем в жизнь. Отдел мониторинга и анализа, являясь ключевым звеном системы менеджмента качества филиала, находится в постоянном развитии. Что же сделано за 3 года существования отдела и как изменилось содержание деятельности? Постоянное изучение международного и отечественного опыта, организации мониторинговых исследований, изучение достижений в науке и практике позволили значительно усовершенствовать методологическую основу. Все больше в разработку инструментария мониторинга входит результатоцентрированный подход. Усилена реализация управленческой и прогностической функции мониторинговых исследований. Налажен механизм оперативного предоставления информации и результатов мониторинга руководителю филиала, что позволяет оперативно принимать управленческие решения. Уникально и не имеет аналогов среди филиалов АО НЦПК «Орлео» группа анализа и прогноза, созданная в нашем филиале в 2014 году.
ориентированная на прогнозирование дальнейшего совершенствования и повышения качества курсовой подготовки. Особо значимым достижением является разработка и внедрение в 2014 году внутренней системы рейтинговой оценки сотрудников филиала, которая стала частью стимулирования и мотивирования профессиональной деятельности. За 3 года значительно расширены возможности использования информационно-коммуникационных технологий. Все больше в мониторинге используется веб-сервис Google Drive, который позволяет реализовать один из важных принципов мониторинга – это оперативность. Особо значимым достижением в 2016 году является разработка и внедрение интерактивного образовательного портала Professional, который позволяет интегрировать сопровождение и мониторинг профессионального развития слушателей курсов в посткурсовой период. При этом работа по разработке образовательного получила высокую оценку в АО НЦПК «Орлео». 3 года существования и развития нашего отдела – лишь маленькая, но в то же время значимая часть достижений независимого Казахстана. Дорогие коллеги, уважаемые слушатели курсов, педагоги, поздравляем вас с приближающимся 25-летием независимости Республики Казахстан. Я начальник отдела Ибраева Азиза, отдела по связям с общественностью и издательской деятельностью. Цель нашего отдела является формирование эффективной системы информационного обеспечения курсовой и межкурсовой подготовки и распространения передового педагогического опыта в условиях модернизации образования через издательскую деятельность института. И для начала хотелось бы обратить ваше внимание на оборудование, приобретенное для нас акционерным обществом Национальным центром повышения квалификации «Орлео» Коника Минолта. Коника Минолта – высококачественная и надежная система для полноцветной печати, скорость до 60 страниц в минуту. Это оборудование позволяет выпускать продукцию нашего филиала не только быстро, но и качественно. Одним из таких изданий является наш информационно-научно-методический журнал «Педагогический поиск». Рубрики данного издания позволяют учителям нашей области обобщить свой опыт на страницах данного издания. Нашим филиалом также выпускаются 2 интернет-издания. Это «Білім берудегі балаларға білім беру» и «Мастер КЗ». «Білім берудегі балаларға білім беру» является электронно-периодическим изданием, которое содержит научные статьи и методические материалы по результатам анализа профессиональной деятельности педагогов дошкольного, начального и дополнительного образования. Газета осуществляет наблюдение и анализ за развитием и динамикой инновационных процессов в условиях обновления содержания образования. С декабря 2016 года в филиале совместно с Палатой предпринимателей Северо-Казахстанской области будет запущено 2-е наше интернет-издание «Мастер КЗ», статус которого международный. Цель данного издания – содействие успешному развитию технического и профессионального образования в условиях индустриально-инновационного развития. Сотрудничество с прессой – важная часть рекламной и информационной политики нашего отдела. Поэтому на протяжении длительного времени мы дружим с республиканскими и областными изданиями, такими как «Білімді ел», «Образованная страна», «Педагогический вестник» и областными нашими изданиями «Солтустух» и «Северный Казахстан». Мероприятия, проводимые нашим филиалом, освещаются на республиканских и областных телеканалах. Также в наш отдел входит инфотека. И с особенностями нашей библиотеки вас познакомит Курлан Загалиев. Инфотека филиала – это прежде всего информационный центр, призванный помогать ориентироваться в огромном потоке информации и повышать свою информационную культуру. В этом нам помогает, конечно же, прежде всего наш книжный фонд, который составляет 39 422 экземпляра. С целью оптимизации поиска необходимой информации мы помогаем читателям освоить автоматизированную библиотечную информационную программу «КАБИС» и при выполнении проектных самостоятельных работ проводить поиск по интересующим их темам самостоятельно. Мы ждем наших будущих авторов и будущих читателей в нашем филиале. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл. 25 жыл деген жас мемлекет үшін алға қойылған мақсаттардың орындалатын кезі болса, жас жігіт үшін бұл от болып жанып тұрған кез емес пе? Өзіңіздер көріп отырғандай, біздің ақпараттық технологиялар бөлімінің
құрамында тек жас азаматтардан тұрады. Төле би бабамыз болар бала 13-інде баспын дер, болмас бала 25-інде жаспын дер демекші. Біздің жігіттер жас болса да бас болар шамалары бар. Оның дәлелі ретінде өрлеудің құрылғанына 3 жыл болса да, институтымыздың жұмысына қосқан үлестеріміз бен жеткен жетістіктеріміз бен мақтана аламыз. Қысқаша есеп бере кетсек, жаңа дизайнды мазмұны терең ақпаратқа бай 17 филиалдың ішінде үздік сайт жасалды. Қоғаммен байланыс және баспа қызметі бойынша бөліммен бірлесе отырып, білім берудегі балаларға білім беру электрондық газеті жұмысын атқарып тұр. Ең үздік сандық білім беру ресурсы сайысында гран-при иегері бөліміміздің басшымыз Деревянкин Алексей Викторович атанған болатын. Мониторинг және сараптама бөлімімен бірлесе отырып, ұстаздардың үздіксіз кәсіби дамуы мақсатында профессионал білім беру порталы жасалды. Кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, Мастер KZ электрондық газетасы жарыққа шықты. Оқытушылық құраммен бірлесе отырып, тыңдаушылардың өз бетінше білім алып, кәсіби дамуы үшін бейне дәрістер түсіріліп сайтымызға жарияланды. Сертификатталған және қысқа мерзімді курстардан өткен педагогтердің бір-бірімен ақпарат алмасу үшін желілік қауымдастық құрылып, жұмысын жемісті атқаруда. Жуырда Алматы қаласында өткен робототехника негіздері атты курсқа барып, өз біліктілігімізді арттырып келдік. Енді өңіріміздің педагог қауымымен өзіміздің білімімізбен бөлісеміз деген ойдамыз. Айта берсек, атқаратын істеріміз көп. Оның дәлелі алғыс хаттар, сертификаттар, құрмет грамоталары мен дипломдар болып табылады. Атқарған ісіміз көп болса, атқарар ісіміз де әлі көп деп толық айта аламыз. Институтымыздың өркендеуіне қосып жатқан үлесіміз тәуелсіз еліміздің дамуы мен алдыңғы қатарлы елдердің қатарына кіруіне кішкене болмасын септігін тигізеді деген ойдамыз. Себебі үлкен істің бастауы кішкентай істердің жиынтығынан тұрады емес пе? Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз баянды болсын. Әкімшілік үйлестіру мәселелері бойынша басқарма келесі бағыттар бойынша жұмыс атқаруда. Филиал қызметін құқықтық және жан жүзінде қолдануды іске асырады. Филиал дамуының болашағы ішкі және сыртқы жағдайда болжау аясында қызметкерлердің негізгі талаптарын анықтайды. Штаттық кестеге сәйкес ішкі еңбек тәртібі ережесін, лауазымдық нұсқаулықтарды орындауға үлес қосады. Филиалдың барлық ағымдағы және болашақ мақсаттарына жету үшін еңбек қатынастарын басқарады және құжаттық ресімдейді. Біздің ең негізгі жетістіктеріміздің бірі ол электрондық құжат айналымға өту. Уважаемые коллеги, примите, пожалуйста, самые искренние поздравления с замечательным праздником, с 25-летием независимости Республики Казахстан. Желаем вам здоровья, счастья, успеха и удачи. И хочется поделиться с вами нашими достижениями за 2016 год. Институтом повышения квалификации, Национальный центр повышения квалификации ОРЛИУ заработано за 2016 год 45 миллионов тенге. Перечислен в головной офис 33 миллионов тенге. Это наши хорошие достижения. Құрметті институт ұжымы, құрметті отандастар, сіздерді техникалық қызметкерлер бөлімі еліміздің әр азаматы үшін айтулы Қазақстан Республика тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы мерейтойды баршамызға береке, бірлік, отбасымызға бақыт тілейміз. Елбасымыздың алға қойған арман мақсаттарына бірге жетейік. Халқымыз аман, ел іргесі тыныш болсын. Еңбектеріміз табысты, барлық бастамаларымыз сәтті болсын.